Сәлем, менің YouTube көрермендерім. Енді 2024 жылы қандай өзгерістер болады, соны көретін боламыз. 2024. Королева Пентакли. Қандай өзгерістер болады, яғни осы келе жатқан жаңа жылда? Бұл жерде өзіңізге деген сенімділік. Король кубков, яғни өзіңізге тиесілі нәрсеге жету, армандарыңыз орындалу деген сияқты карта түсіп тұр. Бұл жерде негізі сізде отшельник деген карта, бұл жалғыздық, яғни өзіңіздің жолыңызды таппай жүру деген сияқты мағынада болып тұр. Енді тағы да көрейік. Картамыз ұшып түсіп жатыр. Қандай өзгерістер болады? Нақтылай кетейік. Жезлы, яғни сіз бір адамды күтесіз. Үнемі күту деген сияқты шығып тұр. Луна, уайымыңыз бар негізі. Бұл жерде қандай өзгерістер болады деген тақырыпты ашып отқаннан кейін сізде өзіңіздің ойыңызда жүрген ер азамат болмаса бір адамыңызды күту. Яғни өзіңіз ойыңызда жүрген, жүрегіңіздегі бір адамды күту. Луна дегеніміз бұл уайым, сондай бір уайымыңыз бар негізі. Пентакли дегеніміз ақша. Осы үш карта бойынша қандай өзгерістер болатын көрейік. Адамыңызбен қалай болатын? Уайым және ақша мәселесі. Бұл жерде тағы да жезлы деген карта түсті. Бұл дегеніміз күту. Негізі өзіңіздің ойыңыздағы адамды көп күтіп қалуыңыз мүмкін, алдағы таңда связға шықпауы мүмкін деген сияқты. Енді уайымыңызға келетін болсақ, бұл жерде мечей, яғни сіз барлығынан шаршағансыз, сондай бір стрессте жүруіңіз мүмкін. Бұл жерге келетін болсақ, ақша мәселесі жағынан келетін болсақ, бір жан-жағыңыздан соққанды, сондай хабар деген сияқты сондай карталар түсіп тұр енді. Адамды күту. Уайымдамасаңыз болады, өзіңіздің армандап жүрген адамыңызбен жолығу, өйткені бұл жерде атқа мініп келе жатыр, сізге қарап. Бұл болашақта негізі күтіп жүрген адамыңыз келеді, кездесу болады. Енді кубков деген шықты, уайымыңыз сейіліп, кішкене өзіңізді қолға алу деген сияқты алдағы таңда сондай шығып тұр. Енді өзіңіздің уайымыңызды жеңу үшін сондай бір өзіңізге қолайлы нәрсеге жету, арманыңызға жету деген сияқты карта. Енді бұл жерде келетін болсақ, дьявол деген карта түсті. Яғни сіздің жол, қаражат мәселесі жағынан келетін болсақ, жолыңыз жабық тұр. Өйткені мына жерде дьявол, көп адамның конкуренция, көремаушылық деген сияқты бар негізі. Енді алдағы таңда не болады? Бұл жерде мечей, яғни көп қылыш шығып тұр ғой. Бұл дегеніміз шаршауды білдіреді. Сізге императрица, яғни өзіңізді қолға алып, бір стресс жағдайдан өту. Яғни барлығы жақсы болады. Жезлы. Негізі жұмыс мәселесіне келетін болсақ, сіз бір жұмысты күтіп қалуыңыз мүмкін деген сияқты, өйткені конкуренция көп деген сияқты болып тұр. Пентакли. Жұмыс мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде көп пентакли дегеніміз негізі ақша. Өйткені бағана күтіп, яғни шаршаңқы болып жүргеніңізде, бұл жерде қаражат мәселесіне қаражат мәселесі қажет болғандықтан, сіз өзіңізге ұнайтын сондай жұмыс тауып алуыңыз әбден мүмкін. Енді паж мечей. Бұл жерде көп сөздерге, өсек сөздерге мән бермеңіз, мән бермеу деген сияқты. Яғни барлығын
шешу үшін өзіңіздің қолыңызда, негізі барлығын шешу өзіңіздің қолыңызда. Звезда көп адамдарға сондай қол жетпейтін сондай адам болуыңыз мүмкін. Өйткені сіз сондай бір керемет жансыз. Таза деген сияқты, осындай звезда деген сияқты. Мысалы, біреу сізге ғашық болса, сіз оған қол жетпестей сондай адам болуыңыз мүмкін. Көпке, яғни ойлаған армандарыңызға жету деген сияқты. Королева жезлов. Яғни өзіңіздің сүйіктіңізді күтіп жүргеніңіз, жаңа алдында картаның алдында айтқан болатынмын. Бұл жерде күтсеңіз, ол ер азамат болсын, басқа болсын, жол түсіп тұр, сізге келу, хабарласу деген сияқты. Енді мечи. Бұл жерде екі қылыш, яғни екі ойлы. Бір нәрсеге екі ойлы болып жүруіңіз мүмкін. Қаржы мәселесі жағынан да өте керемет күшті болып тұр. Пентакли, ақша. Осы келе жатқан жаңа жылда көптеген табыстар болуы мүмкін, жұмысыңыз алға басуы мүмкін, бірақ жұмыс айдың басында кішкене қысылу болады қаражат мәселесінен. Кейін барлығы жақсы болады деген сияқты болып тұр. Башня дегеніміз бұл жерде барлығы өзгеру. Осы келе жатқан жаңа жылы өміріңізде бір өзгеретіндей бір жағдай болады, жақсы жағынан. Өйткені бұл жерде солнце деген карта түсіп тұр. Барлығы жақсы, өзіңіздің ойыңыздан шығатындай, сондай өте керемет негізі. Күшті карта түсті, влюбленный. Өзіңіздің болашаққа деген сүйіктіңізді кездестіруіңіз мүмкін. Паж кубков, яғни өте керемет жан екеніңізді білдіреді. Бағана айтып кеткенмін. Туз жезлов. Сіз барлығы сіздің қолыңызда, өзгеруде сіздің қолыңызда. Енді бұл ашып жатқан раскладым сіздерге сәйкес келмесе, онда жеке шықсаңыздар болады. WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Хабарласыңыздар. Мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.